Сауапкер жақсылықтың бәрін істеген. Хабардар болған дұрыс әр істерден. Бар еді ділді таза бір әулие, Құраннан балаларға дәріс берген. Көп айтар шәкірттерге өсиетін, нанның көп сипаттайтын қасиетін. Алланың сүйген ол бір құлы еді, көргенде періштелер басиетін. Бір күні батын көзбен байқар еді. Періште суық хабар айтар еді. Өзінің алдындағы осы шәкірт 3 күнде дүниеден қайтар деді. Өлімге жас баланы қимап еді. Барып қайт анаңа, уақыт тығыз, жол алыс, жылдамырақ жинал деді. Шәкірт кетті үйіне, ойы таза, өлімнен ешбір оның хабары жоқ. Өзегі ұстазының өртенер еді. 3 күнде болады деп ауыр қаза. Бір апта өтіп кетті арасында, тағдырдың бұл ісіне нанасың ба? Сабаққа ұстаз ерте келген еді. Бала отыр шәкірттердің арасында, ойланды мың толғанып молды екен көп, балаға бақыт қайдан қонды екен деп. Айтқанын Әзірейіл екетпеуші еді. Ойпырмай бұл қандай сыр болды екен деп, айт, шәкірт ғибрат болсын кейінгіге, жақсылық беріліпті пейіліңе. Жасырмай шыныңды айт, не іс қылдың, Алланың ілінердей пейіліне. Жолымда үйге қайтар қадам басқан, бір үзім нанды көрдім адам басқан. Еске алып өсиетіңді көтеріп ем, еш нәрсе істемедім одан басқа. Ұмытпа, ұлы Аллах бар екенін, мейірбан жақсыларға жар екенін. Ұстазы білді өмірге себеп болған, бір үзім жолда жатқан нан екенін. Халайық ойламаңдар жыр деп тегін, бұл сөзден ғибрат ал, құр кетпегін. Нан өмірдің өзегі түсінгенге, сондықтан қасиет деп құрметтегін.